Ассаламалейкум мұсылмандарым. Жер бетіндегі көптеген мешіттердің ішінде әсіресе Меккеде Әл-Харам менен Мединадағы мешіттерімізде қарасаң қабырғаларында әрбір жерінде 6 және 8 бұрышты таңбалар тұрғанын көруге болады. Басқан айтпағанда өзіміздің мына Қазақстан мүфтиятының таңбасы печаты осы 8 бұрыштан құрылған болып саналады. Көптеген намаз төсеніштерінде де осы 6 және 8 бұрыштар бар. Бұл нені білдіреді деген сұраққа олар 6 бұрышты Дәуіт пайғамбардың алейхиссаламның мөрі, сондықтан бұл исламның нышандарының бірі деп жауап береді. 8 бұрышта исламның символы болып саналады дейді. Ғалымдар бұл белгілердің исламға ешқандай қатысы жоқ екенін әлі күнге дейін түсіне алмай келе жатыр. Аллахтың дініне ешқандай символ қажет емес екен, дүмше ғалымсыңықтар мен имамдардың біреуі де ұға алмай жүр әлі күнге дейін. Бұл белгілер осыдан бірнеше мың жыл бұрын басқа діндердің символы ретінде дүниеге келген. Үнділерде 8 бұрыш Лакшма құдайының белгісі болып табылады. Христиандар Исаның алейхиссаламның шешесі Мариямның пайда болуының символы деп есептейді. Ежелгі Египетте Хаос жұлдызының символы деп саналады. Православиялық Ресейде бұл Вифлеем жұлдызы болып саналады, және тағы басқалар. 6 бұрыш сионизмнің белгісі. Бұл мұсылмандардың емес, еврейлердің белгісі болып табылады. Дәуіт пайғамбар алейхиссалам Аллахтың көптеген пайғамбарларының бір екеніне ешкім дау айтпайды. Біз бұл үшін оны құрметтейміз және бағалаймыз. Өз заманында Дәуіттің алейхиссаламның Аллахтан алған шариаты болған. Бірақ бұл шариғатта одан кейінгі басқа шариғаттарда Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайда болғаннан кейін бәрі де жарамсыз болып қалған. Қысқаша және нақты айтқанда бұл белгілер мен символдардың барлығы да тек қана шайтанның символы болып табылатынын естеріңізге саламын. Ахмад ибн Хамбалдың жинаған хадисінде былай делінеді. Омар ибн Хаттаб Мұхаммед пайғамбарға қолында яһудилерден алған жазбаны алып келеді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ашуланып болған. Сен адасып кеттің, о Хаттабтың ұлы, менің жанымды қолына ұстағанмен ант етемін. Мен сендерге таза және айқын дінмен келдім. Егер Мұса тірі болса менің артымнан ереді дейді. Көрдіңіздер ме? Исламнан басқа дін жоқ қазір. Аллах тағала ақыретке дейін исламнан басқа ешқандай дінді қабыл етпейді. Көріп отырғандарыңыздай исламның пайда болуы мен оның алдында болған барлық басқа діндер өз күштерін жоғалтты. Себебі басқа діндердің бәрі де тек қана жеке бір халықтарға жіберілген еді. Ал ислам діні бүкіл адамзат пен жындар үшін түсірілді. Сондықтан күштері жоғалған таңбалар мен символды Аллахтың дініне жабыстырмаңдар. Бұл жаңа айта кеттім. Бұл таңбалар мен символдар бәрі тек шайтандікі, шайтанның ісі. Сондықтан шайтанға сенбей, шайтанның адастыруына көнбеңіздер.